Кез келген успешный адам, кез келген кәсіпкер, олар өздерінің ойларын анық жеткізетін, үлкен аудиторияда сөйлеуге ұялмайтын, еркін өмір сүретін адам. Яғни біріншіден айтқанда, бұл өмірге ашық көзқараспен қарайтын адам. Егер де сіз де ашық көзқараспен өмірге қарап, мықты кәсіпкер болғыңыз келсе, және де үлкен аудиторияның алдында выступать еткіңіз келсе, осы видеоны соңына дейін көріңіз. Менің есімім Еркебұлан, Қазақстандағы номер 1 сағат бренді Аброй Watch компаниясының иесімін. Жалпы ұялу сезімі менің ойымша кез келген адамда бар, және де бұның болуы дұрыс и нормально деп ойлаймын. Бірақ та кейбір адамдар бұл сезімді нормамен өте қатты шатастырып алады. Яғни олар тіпті өзінің ойын, тіпті өзінің ішіндегі затты адамға анық айтуға ұялады, духы бармайды, дәті бармайды да. И менің ойымша адам еркін өмір сүргісі келсе, адам бақытты болғысы келсе, ол әрқашан өзінің ішіндегі сезімдерін ұялмай айта білу керек. Жалпы мен мектеп кезден өте тұйық, көп сөйлемейтін, бірінші айтқанда өзіне уверенный емес бала болдым. Мектепте оқып жүрдім, әдемі қыздарды көресің, мықты класстағы атаман жігіттермен сөйлесесің. И солардың арасында жүрген кезде мен өзімнің ойымды анық жеткізуге қорқатынмын, ұялатынмын, өзіме сомневаться ететін. Сөйтіп мен іштен болды да, ё-май, бұл зат мені тоқтатып тұрды. Менің өсуіме тоқтатып тұрды. Яғни мысалы кез келген бір отырыс болса, мен сөйлей алмаймын. Мен жай ғана бәрін тыңдап, бүйтіп сүмірейіп отырамын. Универге түстім. Сөйтіп универге түскен кезде де мен көп сөйлемеймін, қараймын бәрі Назарбаевский школалардан келген, КТЛ-дан келген. И мен солардың жанында тоже өзімді қатты сенімді сезіне алмадым. Одан кейін мен өзім сияқты жігіттердің кругына түстім. Сөйтіп ол жігіттердің арасында уже сөйлей бастадым. Потому что олар да мен сияқты ұялшақ, олар да өздерінің ойларын жеткізе алмайды. И олар да жай ғана жүре береді. Сыртта адамдарға қарап. Сөйтіп мен түсіндім, егер де мен арманымдағы өмір жеткізетін болсам, мен бәрібір де ішкі страхымды, миымдағы барьерларды жеңуім керек деп өзіме сөз бердім. Сөйтіп не істеймін? Өзіме челлендж жасаймын. Мен күніне 5 адаммен барып танысам деймін. Сөйтем да универде просто отқан балаларға барамын да. Ассалаумағалейкум, менің есімім Еркебұлан. Осындай деп таныса беремін. И басында ұялу сезім болатын, одан ақырындап азая береді. Сөйтіп енді универ бітті. Студенттермен танысу оңай ғой дедім да. И Есентай мол, бізде Алматыда бар. Сол Есентай молдың жанында жүрген кәсіпкер жігіттер бар, мықты адамдар бар, блогерлар бар. И мен де солардың жанына барамын да, барып амандасам, фотоға түсем, сөйлесем, ақыл кеңес сұраймын. Сөйтіп бәріне бара беремін. Бірақ та басында қорықтым мен баруға, ұялдым. Но ұялсам да мен қадамдар жасау арқылы, өзімнің қорқынышыма жүру арқылы мен барып таныстым. Сөйтіп мен өмірде адаммен танысудан мүлде қорқу сезімі кетіп қалды. Одан кейін бір уақытта мен бизнесті үйренемін деп маркетингті оқып жүрген кезде бізге задача беріледі үйге. Сторис салып бастаңдар, Инстаграм жүргізіп бастаңдар деп. Сөйтем да мен Инстаграмға алғашқы сторисімді саламын. Бір видео түсіремін. Бүйтіп, сәлем достар, бүгіннен бастап мен Инстаграм жүргізетін боламын деп. И мен ішінде видеоны салуға қорқамын ғой. Қазір мен салсам, басқа адамдар не ойлап қалады? Блогер болып кеттің ба, артист болып кеттің ба деген сияқты сөздерден қорықтым да. И не істедім? Салмаймын деймін, кетіп бара жатырмын. Тұрамын да өзім ойланамын. Мен қазір салмасам осылай, қашан саламын мен? Ертеңге қалдыра беремін ғой дедім да. Алдымда тық етіп сол видеоны сторис сала салдым. Бүгін өте продуктивный күн болды. Онда келіп, енді қайтып жатырмыз. Ханымдар мен мырзалар әлі жұмыс жасап жатыр. Солай мен өзімнің сторисқа сөйлеуім, видео салу интернетке. Соны мен ұялу сезімі ақырындап азая берді. Примерно мен өзім байқауым бойынша 100 стористан кейін сөйлеп салған мен ары қарай сенімді сала бастадым. Сол үшін егер де сізде проявляция етуге, өзіңіздің ойыңызды айтуға, өзіңіздің сезімдеріңізді айтуға, жалпы бүкіл үлкен аудиторияға тұрып сөйлеуге духыңыз бармаса, қарапайым кеңес ол кішкентай қадамдардан өзіңіздің қорқынышқа қарай қадам жасау арқылы бастаңыз. Себебі қорқынышқа қарай жүрмесеңіздер, оны жеңудің оңай жолы жоқ. Тура сол сияқты тағы бір оқиға болады. Ол Алматы қаласында мен мастер-класс жасаймын 100 адамға. Өмірімде 100 адамның алдында выступать етіп, 100 адамның алдында сөйлеп көрмегенмін. И не болады? 100 адам күтіп отыр мастер-класста. Бәрі фанат, бәрі мені біледі. Бірақ та мен ішімде айтады ғой, ішім қатты қобалжып тұр. Қазір шығып сөйлей алмай қалсам не болады? Қазір бүйтіп сөзімді ұмытып қалсам не болады дедім. Сөйтем да шығам, бәрі шапалақ ұрады и 100 адам отыр. Яғни үлкен давлениені сездім да, бәрі маған қарап отыр да мен бетіме. И мен бұрынғы кездер есіме түсіп кетті. Универ кезіндегі көшеде танысқан адамдармен стористі алғашқы салғандағы сезім сол есіме түсті. Одан кейін примерно 5 минут мен өзіме келе алмай тұрдым. Яғни су ішіп, бүйтіп қолым дірілдеп, бүйтіп қозғалып өзіме келе алмадым. Бірақ та 5 минуттан кейін жиналдым, түсіндім да, олар да қарапайым адам. Оларда да менде менікі сияқты қорқыныш болады. И мендегі бірінші әрекетімде ішімде қобалжу болу, это нормально деп өзіме қабылдадым да. Сол кезден бастап жақсы сөйлеп бастадым. Солайынша мен 6 сағат адамдардың алдында выступать етіп, керемет энергия, керемет опыт алған болатын. Сол үшін де өмірде үлкен жетістіктерді қаласаңыздар, міндетті түрде адам бұл өмірде ашылуы керек, міндетті түрде адам ұялмауы керек. Сол үшін де әрқашан өздеріңіздің қорқыныштарыңызға
қадам жасаңыздар. Бұл сізді өсіретін точка. Бұл жерде ешқандай сиқырлы таяқша, ешкім білмейтін техника жоқ. Адам ұялмай, ашық өмір сүруінде. Бұл жай ғана практикадан тұрады. Сіз қазір ютубтан хоть 1000 видео көріңіз, 1000 кітап оқыңыз бұл жайында. Егер де сіз практиковать етпесеңіз, яғни әрекет жасамасаңыз, бәрібір де ол қорқыныш сезімі сізден кетпейді. Сол үшін де бұның емі тек қана әрекет. Сол үшін де бүгіннен бастап күніне как минимум 5 адаммен танысып, өздеріңіздің ойларыңызды жеткізіп, сөйлесіп, өмірге ашық көзқараспен қарауларыңызды тілеймін. Видео ұнады деген ойдамын. Егер видео ұнаса, міндетті түрде каналымызға тіркеліңіз. Осы видеоға лайк басыңыз. Және де ең бастысы ол сізде бірінші қадам болсын. Сізге бірінші тапсырма ол телефоныңызды алып, видеодан не алдыңыз, соны айтсаңыз видеоға, и соны сторисқа салыңыз. Яғни адамдар көрсін сіздің дамып жатқаныңызды. Кез келген әрекет ол бүгіннен басталады. Сол үшін де сіздердің тапсырма орындауларыңызды күтемін. Келесі роликта кездескенше.